Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Фатима. Бұл мердегі біздің сәл бір изумруд себебі алдыңғы видеода мен сіздерге егер осы видеода просмотр жинасақ немесе лайк пен подписка болатын болса, мен сіздерге видеоны жалғастыратын боламын дегенмін. Мен қазір көріп тұрған бойынша біздің қасымызда жителдердің ауылы бар екен. Біз қазір сол жақтан изумруд іздеп көреміз. Ал егер изумруд болмаса, біз шахтаны іздеуімізге тура келеді. Бұл жақта если торговец шетелдер болатын болса, олардан біз изумрудты обменять етіп алуымызға да болады. Ал видеоны жалғастырып көре беріңіздер. Видео сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып отырайық. Каналға подписаться еткен адамдарға көп алғысын білдіремін. Мен видеороликтерім енді шығып жатқандықтан сіздерге басында қызық болмауы да мүмкін. Бірақ сонда да лайк басып маған поддержка беріп отырған адамдарға рахмет айтамын. Біз деревнядағы үйлерді қарап шығадық, бірақ бізде что-то ештеңе жоқ секілді, ешқандай да сундуктарды көріп отқан жоқпыз. Ладно, ары қарай қарап шыға берейік. Оның аяқта бочка бар екен, бірақ оның іші пустой. Верстак бізге келіп барып қалады, сондықтан біз оны алып кете салайық өзіміздің бірге. Біздің цель өздеріңіз білетіндей бір изумруд. Изумрудты тезірек тапсақ, видеода тезірек аяқталады, бірақ видео ұзағырақ болған, сіздерге де қызығырақ болатын шығар деген ойдамын. Біз қазір осы огородтағы сәбіздер жинап алайық, себебі бізге көптеген тамақ керек болатын болады. Немесе бұны фермер жителерден обменять етіп алсақ болады изумрудқа. Қазір мен нәшті кетіп бара жатқан фермерді көріп тұрмын, соған барып көрейік. Фермер ғой, фермер житель екен. Қазір бұда қандай торговля бар екен көретін боламыз. Міне достар, бұл житель бізге 20 пшеницаға бір изумруд береді екен. Сондықтан біз сол изумрудты алуымыз керек болып тұр. Сол кезде біз видеоны аяқтай алатын боламыз достар. Видео сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Бұл жерде барлық фермер жителердің торговлялары бірдей екен. Сондықтан бізде нәшті пшеница бар екен, соған сындырып алатын боламыз. Және осы пшеницаларды алып, біз қазір жителдерге обменять етіп алатын боламыз. Видео қызық болып жатса, лайк баса қояйық достар. Бұл маған көптеген поддержка болады. Если тағы да видеолар шыққанын қаласаңыздар, комментарийге қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, сол туралы жазып өтіңіздер. Осы пшеницалар бізге жетіп қалады деген ойдамын. Қазір біз тағы да фермер жителерді іздейтін боламыз. Міне, онша көп жинамауымызға да болады екен. Біз қазір осы жительге келемізде изумрудты обменять ететін боламыз. Міне біздің видеодағы нысанымыз аяқталды. Бәріңе видео ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар достар. Келесі видео шыққан қалсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Осы видеоға 1000 просмотрмен лайк жинапсақ, сосын мен келесі видеоны шығара беретін боламын. Если қандай видео шығарғанымды қаласаңыздар, сол туралы да жазып кетсеңіздер болады.